Аты жөнім Сариева Айжамал. Аналар бала ана жөнінен белсендімін. Мен қазіргі айтқым келіп отырған айтқым келіп отырған мәселе мынау. Сіздер барлықтарыңыз айтып жатсыздар, сөздеріңізге қосыламын. Өте орынды тақырыптың бірі деймін. Мынау әсіресе мынау қазіргі бізге ең бірінші мынау қандастар мәселесінде бірінші тұрған мынау Қытай мәселесі болғандықтан жүректі ауыртатын мәселе. Сондықтан мынау қазір енді бір ұялатын нәрсеміз мынау бір шырылдаған Сайрагүл қызымыздың бір Қазақстанға әкеле алмай осыншама мемлекеттің әлсіздігі, бейшаралығы өте ұят нәрсе деп білемін. Мысалы қарап отырсақ, біздің ер азаматтардың осындай мемлекетте отырып басшылардың осындай әлсіздігіне енді өлім десек те болады. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, өткенде осы Астана қаласында бізде бір ана бар, Өзбекстаннан көшіп келген, 15 жыл болған көшіп келгеніне. Көшіп келген уақытта мынау оралман деп документ берілмей тұрған кезде оған үйдің кезегіне тұрыпты. Үйдің кезегіне тұрған нені құжатты алғаннан кейін, Қазақстан азаматы болғаннан кейін оны үй кезегінен алып тастапты. Енді ол кісі 15 жыл болды. Мынау өткенде естіген шығарсыздар, Астананың шетінде бір өрт болды ғой, мусор өртенді деп бір. Сол жерде вагонда тұрады. Енді өкінішті нәрсе. Мен сол кісі жөнінен мынау документ жағынан біздің қанша барып жатыр. Өткенде сотқа да бардық. Мынау жоғарғы мынау министрліктің жанындағы жоғарғы сотқа да бірге бардық. Көрдім, шырылдап жылағанда жүрегің ауырады. 15 жыл ешқандай көмек жоқ. Үкімет бір-біріне сілтеп, осындай әділетсіздік жаңа мынау қандастарымызға істеп отырған ісі ұят, тіптен қиянат. Енді осы жөнінен бір кішкене бір жәрдем беріп жіберсек осы кісілерге. Енді аты жөнін мен қазір берем, атын ұмытып отырмын. Бірге қолдап барғанбыз осы неге. Сол кісілерге жәрдем берсек, вагонда отыр, 15 жыл болды Өзбекстаннан көшіп келген. Неше баласы бар? Бала шағасы бар, әйтеуір қыздары да өсіп уже үлкейіп те кетіп, бірақтан жағдай жоқ, ешқандай. Жұмысы жоқ. Бар ау деймін. Күйеу бар жоғын білмеймін енді. Соны қызы келді. Жоқ, оны өткенде мен қазір өткенде не қылғанбыз. Енді сол кісі өткенде шырылдап мен не қылғасын. Енді тіптен үкіметтің бір-біріне сілтеу әділетсіздігі, мынау қазір сондардың жұмыс істемеуі, бір-біріне сілтеу міне. Қалай бұл кісілерге енді ұят нәрсе, енді білмеймін, айта алмаймын, сөзім жоқ. Тап осы жағдайда бар. Екінші группа инвалид, мен қазір постоянно жәрдем беріп жүрмін ол кісіге. Анау барады, Өзбекстаннан келген, ол да 10-15 жыл тұрған, осы жерден алып тастаған қазір. Қазір біреудің үйіне квартира жалдап тұрады, бір жалғыз өзі. Жүре алмайды, қолда несі бар. Сол кісі басында да осындай жағдай болады. Көп осындай нәрселер көбейіп кетті. Енді мына қаржы туралы айтып кетейін деп қаржыны қайдан тағып қаржының түрін. Осыдан 15 жыл бұрын мен өзім Айжамал айтып жатыр ғой, осындай біздің қазақтардың вагонда тұрып жатқан өз еліне келіп, Өзбекстанға келіп. Осыдан 15 жыл бұрын мен өзім мынау Ресей газеттерінен оқыдым. Машкеев шетелге барғанда журналистерге не берген. Машкевичті білесіздер, Ибрагим Шудиев, евразийский топ дейді, евразиялық топ, евразийский топ. Солар евразийский группа, сол Машкевичтен сұрап жатыр жаңа журналистер. Вы вот этот миллиарды куда тратите дейді. Ана миллиардтарды Қазақстанда кәсіпорындардан тапқан миллиардтарды қайда жіберіп жатсыз? Я ни цента себе не оставляю дейді. Бір центті қалтамда қалдырмаймын. Енді қайда жіберіп? На оборону Израиля дейді. Израильдің қорғанысына жіберіп жатыр. Бүкіл Қазақстан миллиардтарды жіберіп. Ал бізде мына қазақтар вагонда тұрып жатыр. Мен өзім оқыған нәрсені айтып жатырмын. Солай болып жатыр ғой. Сионист пен масондар. Ал сол евразийский группа Назарбаев. бір тиесіз келген екен Қырғызстаннан, Машкевич өз еврей. Анау Ибрагим Пешидик, бухарский еврейлер, ол да бір тиесіз келген. Қалай байып кетті? Өйткені қаржы келді, су тегін берді ана біздің Павлодар, жаңағы Екібастұз, Өскемендегі басқа да үлкен кәсіпорындарда су тегін беріп жүрді, қаржы келді. Премьер-министр болып тұрған кезде. Ал енді қалай қаржы келгенде халық жауы деп айтпайсың. Сол кезде премьер-министр болып тұрды. Ал
жаңағы біздің вагоннан шығып отыр вагон. Я айтып жіберейін десем қазір ұмытып қаламын, кешіресіздер. Мен 2005 жылы көшіп келіп Орынға пограничное училищеге бітіріп келген офицер ретінде Мәскеу көшесінде бар ғой шекарашылардың. Сол жерге кіріп мен құжат тапсырғаннан кейін ертең келген адвокаттың бастығы шақырды, генерал ол кезде қайтыс болып кетті 73 жасында. Закиев деген кісі. Оның кейін Аягөздің наймандар екен. Кімсің осындай қазақпын. Мен енді менің тілімде бір ө деген әріп жоқ қой. Таза офицердің құжатын көріп бірнеше тілде еркін сөйлейді дегеннен кейін бір шып-шып сөйлесіп мені шпион деп жүр. Атаң бас қайдағы шпион? Сөйтсек президент аппаратын апыны басқарған Майлыбай Нұрлан деген өз шпион болып кетті ғой. 25 жылға сотталып кетті. Енді қара шпион кім шпион екенін бұлар ара-жігін ажыратпайды. Енді бүйтіп Павлодарда ағам Шарбақты ауданында мәдениет басқармасын басқарды. Бірінші методист болып кірді. Ауылда мәдениет басқармасын басқарған, ауылда зама кім болған? Қандыда ауылда. Сөйтіп жүрген кезде мен Павлодардың Шарбақты ауданында ағам тұрды. Мен Ақсудан 2004-те барып кеттім, үй алып кеттім да, екі бөлме. Сөйтіп Ақсуда Грес бар екен. Сол жерге Шадиев келеді деген бір үлкен адамдар күтіп алды. Шадиев келді. Мен өзбек дегеннен кейін мен өзбекше өте жақсы білемін ғой. Сол жақта туып өскеннен кейін Шадиевке өзбекте осылай мен де Өзбекстаннан келген, бірақ ұлтым қазақ. Әке, салам алейкум, анау жаңағы жұмыс бар, мен сұрап бардым ғой. Сөйтсем маған айтты, кімсің? Осында офицер, біз жерде офицерлер істейтіндерлік жоқ. Бұл жерде Грес охранаға кіргізейін деп жоқ, охрана не істеймін? Мен шекара қорғағанмын. Шекараға кіріп бересіз. Сөйтіп сол кезде мен онымен сөйлесіп сөйтсем, ол өзбекше білмейтін өзбек екен. Орысша еврейлер ғой. Орысша сөйлейді да маған. Ал өзбекше говорасың ба екен десем, өзбекше білмеймін дейді. Ойбай, онда орысша на русском языке будем говорить. Орысша айтқам да. Сөйтсем, сөйтіп өзбекше білмейтін өзбек. Біздің орыс қыздар ғой. Бұқарский еврей. Сөйтіп барып неғанында мен Шадиевпен сөйлескен бар. Бір алдына кіріп, сол жерде Греске. Сонда айтайын деген ұзын сөздің қысқасы, солар біз қайда кім көрінген келімсектің кім көрінгендерді байытамыз да, өзінің қазағына келген кезде 15 жыл вагонда тұрып, жаңағы Ғазиза Кеңесбек қыз айтып кетті. 40 жылдан бері азаматтық ала алмай жүрген бар екен қазақ. 40 жыл бері азаматтық алмау деген не деген масқара? Жаңағы қарлығашқа соңына дейін отырғанда айтатын екен. Сондай адамдар жәрдем бере ме деп соны айтқым келген. Азаматтық бермейді. Не сармайдай сақтап атаң бас арғы неге алып кетесің ба? Ол кімге керек? Мен келген кезде кейін мен Шымкентке келіп алғанбыз миграцион. Сол кезде бір жігіт сөйтсем мен атынан ақша істегісі келіп жүрген екен, кейін мен бірден тікелей миграционный полиция бастығына кірді, полковникке. Әйел кісі екен, Майра деген. 2005-те. Мен осындай, мен офицер осындай құжаттарын көрсетемін. Бір күнде алдым. Жақсы. ал енді ербол